Қайырлы күн достар, сіздермен осындай фартук тігетін боламыз. Менде мынандай индийский мата бар. Соны 2 қабаттадым, изгиб жасадым, сгиб жасадым да жақа. Мына матамды да лекала күйінде пайдаландым мына фартукты. Все, осымен лайнан сызып алдым да кесіп алдым. Ал енді мынау ілгіштері бізде мойындікі 50 болады да, байлайтыны 55 болады екен. Одан мынандай кесіп алдым, 2,5 сантиметр ширинада. Қазір шеттеріне мынандай фатинен шеттерін әдемілегім келіп тұр. Байландырып. Мына жерге, наверное, істемеймін, мына етегіне мына жоғары жағына. Фатинді 4 сантиметрден сызып алдым. Кесемді жинап отырып тігем. Екі жағын ортаға бүктейміз. Содан кейін екеуін бір-біріне қаратып тағы бір бүктейміз да тігіп алып кетеміз. Теңесіп тұрмын. Осыны алып кете береміз. Екеуін тік қойдым. Жоғалды. Так, қазір фартугымыздың екі мына ойын қыраған жерін тігіп аламыз. Астыға қарай қайырып тігеміз ба, или аверлоқтаймыз ба. Потом барып мына жанын етегін тігіп шығамыз. Қайып тігіп атырмын. Шетмен 0,1 миллиметр теске беру арқылы. Все, қазір екі жағын осылайына тігіп шығамыз. Мына екі жағын тура солайына істейміз. Потом мына жақтарын етемін. Мінекей, мынаны тігіп шықтық. Үстін бір жағын. Қазір бүйтіп қайырып. Қойсақ, әдемі тұрады. Сонда жел лентасын тігіп болады. Мінекей бәрін тігіп шығып келе жатырмыз. Қазір шетін аверлоқтаймыз. Зигзагтасаңыздар болады. Шетінен бүйтіп кіргізіп келе жатырмыз. Мінекей шеттерін аверлоқтап алдық. Мойын бас жағына мойын ұстайтын ілінетіні. Мынау жаңағы белінен байлайтыны. Қазір бұлайынан қайырып, шетінен тігіп шығамыз. Барлығын аверлоқтап алдық. Мына жерді бұлай тігіп алдық. Мынандай қоспай ақ қойсаңыз да болады. Өйтіп шетін қайырып тігіп алсаңыз. Екінші фартукты тура осындай. Только мына жақ бетін жасайын деп тұрмын. Мына жағын әдемі, 2 фартук болады.
Ал мінекей бітті біздің фартугымыз. Үстіне және жанына қойдық. Мына басындағы бауын 55 қыла беріңіздер. Мына жеңі тоже беліне ұстататын 55-тен ғой. Мына басындағысында 55-тен қыла беріңіз. Көбірек 55. Көбірек қылыңыздар. Қазір екіншісін тігіп, если что көрсетемін сіздерге. Мінекей екінші фартугымды аяқтадым. Оның бет жағын осыны однотонный қылдым. Ручкаларын мынадай цветной қылдым. Мынада однотонный қылдым. Қалта жасасаңыздар болады. Бетіне мен жасаған жоқпын. Қалтаны ойлап тұрмын да, мына матаның өзін былай бүктеп алып, кішкене мынаны ұзындырақ қылсаңыз, мынаған қарағанда кішкене үлкен ұзын. Үлкен кісілерге мына кішкене кішірек размер. Так, сіздерге размерін айтайын, я? Қазір айтам. Қанша болғанын. Мен өлшеп алайық. Штативін сындырып алып, мен қолыммен жұмыс істеп жатырмын. Штативімді алу керек. Мынау менде 70-те. Так. 54. Мына мойын жағы бізде 20 болып тұр, иә? Мұны 1 сантиметр тігіске бересіздер. Мына жердегі высотаны есептеп берейін, егер андай фартуктан жоқ болса. Мына екі ортаның бойын ұзындығы 25-24 қыла бересіздер. Так, мынанікі қанша болды? Оның ширинасы 62, ұзындығы кішкене тоже ұзындау. Бұл 85 екен. Плюс-минус 1-2 сантиметр тігіскен етесіздер, сондай. Қайсысы вариант жақсы? Норма. Бұлардың бас киімдерін тіксе болады тоже. Капроновыйдан бас киім жасайды ғой. Егер қаласаңыздар, жасып кетіңіздер, оны да бас киімді көрсетіп жерім. Қалай тігу керек екен. Өздеріңіз үйге повар туысқандарыңыз болса, соларға жасап берсеңіз болады. Осындай қаттырақ матадан жасаған жақсы, көпке шыдайтын. Осындай. Бұл матаның атын менен сұрасаңыздар, мен білмеймін бұл атын. Бұл индийский мата. Баяғыда мата сатқан кісі берген маған. Индияда мата әкеп жүріпті, сол жақтан алып келген мата екен. Осындай фартуктарға кетіп жатыр. Последний қалды бұл. Алдында да фартук тіккенбіз. Мына фартукты двухсторонних киебесе болады, мына жағында, ана жағында. Мынау жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Подписка жасаңыздар каналыма. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Қиын ештеңкесі жоқ. Сау саламатты болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Міне екінші жағы мынау. Оған ешқандай фатин ештеңке қосқан жоқпын. Осылай істесеңіз болады. Екі жағын киіп шеттері. Бұлардың ремешоктары цветной.